Ассалаумалейкум достар. Өткен сабақта біз Spark Air программасын жүктеп өз компьютерімізге орнатқан болатынбыз. Бүгін қарапайым бетке текстік эффекті шығарып көрейік. Ең алдымен программаны ашамыз. New Project дегенді басайық. Бізге бұл жерде blank project, яғни пустой проект қажет. Басайық. Көріп отқан жұмыс бөлігі, яғни viewport деп аталады. Біз мышканың оң шетіне баса отырып, объектіні басқара алсақ болады. Жоғар жағы бөлігінде direction light деп аталады, яғни жарықтың түсу бұрышы. Бізде модтар бар, яғни 2D объектпен жұмыс істеуімізге болады, немесе 3D объект арқылы жұмыс істесек болады. Фильтрлеріміз бар, немесе view өткендегідей сол жаққа, немесе оң жаққа кәдімгідей басқарып отыруымызға болады. Оң жақ шетінде бізде iPhone 8 деп көрсетіліп тұр. Яғни iPhone 8-де эффекттеріміз қалай көрсетіледі. Болмаса өзіміздің қалаған девайстарымызды таңдасақ болады. Немесе өзіміз кез келген размерін беріп кетсек болады Resize Windows арқылы. По умолчанию iPhone 8-ді қоя берейік. Енді сол жақ бетіне келейік. Бізде бұл жерде цена және лейерлар бар. Егер оң жақ шетті бассақ, бізде камера деген бар. Яғни бұл жерде Real Time Simulation бойынша персонаждарды көрсек болады. Осы персонаждарға өзіміздің эффекттерімізді қойсақ болады. Немесе өзіміздің бейнемізді көрсетіп, эффекттерді қойсақ болады. Сәлем достар. Осылайша біз эффекттерді көре аламыз. Енді біз қарапайым текстовый эффекті қосып көрейік. Ол үшін add-ті басайық. 3D Object, Face Mesh. Face Mesh-ті баса тұрып, Materials деген жерге өтеміз, яғни плюс деген галочканы басамыз. Бізге ассетке жаңа материал түседі. Енді дәл осы кезде мен қазір Photoshop-ты ашамын. Дәл осы бейнені қазір мен YouTube-тың описаниясына қойып қоям, өздеріңіз осыны жүктеп алсаңыз болады. Бұл бейне демо версия деп аталады. Бұл жерге біз кез келген текст жазсақ болады. Қазір мен Instagram'да қай жерде орналасқанды көрсетіп кетемін, яғни осы жерде тұрсын. Бізге бет қажет емес, бізге тек жазу қажет. Сондықтан да слойды өшіремін. Дәл осыны мен сақтаймын. Рабочий столға 0.1 деп сақтай салайын. Сохранить. Окей. Енді Spark Air программасын ашамын. Текстура деген жерге өтеміз. Текстурада біз бағанағы IT әлем деген жазу таңдадым. Көріп отырғандай бізде жазу түсті. Енді бұл жазудың түсін өзгертсек болады. Кез келген дәл осы жерде түсін өзгертсек болады. Кез келген мен қазір қарасын қойып көрейін. Flatқа қояйын. Осы жерде өзіңіз эксперимент жасап көрсеңіз болады. Мына opacity деген, яғни прозрачность. Енді дәл осы эффекті мен қазір публикацияға жіберейін, экспортқа жіберейін. Ол үшін публикация дегенді басамын. Бізде айтып тұр публикация, новый эффекті басамын. Публикация жасамасы үшін бізге Facebook эффекті записке жазуымыз керек, яғни модераторларға жіберуіміз керек. Рекорд видеоды басамын. Яғни бұл жазуымыз модераторларға барып көрінеді, яғни 15 секунд жазады. Осын модераторлар кемі 3-4 күнде тексереді. Қазір жазылып отыр, қарап отырсаңыздар. Сәл күте тұрайық. Мен басуды ұмытып кеттім ғой. Жазып отыр. Мінекей. Сәлем достар. Видеомыз дайындалып жатыр. Видеомыз дайын болды. Видеомызды сақтаймыз. 1 мегабайт, яғни 15 секунд болды. Біз оны экспорт деп бірінші рабочий столға сақтап алайық. IT әлем дедім. Енді қайтадан Publish. Енді бұл бізді upload дейміз. Автоматты түрде қазір бізді Facebookқа жіберу керек.
Facebook'ta модераторлар үшін эффекттің атын жазамыз. Мінекей шықты. Facebook автоматты түрде жіберді. Көріп отырғанда менің Instagram аккаунтым мен Facebook аккаунтым байланысқан, сондықтан да бірден шығады. Сіздер де сол Instagram настройкасынан Facebook пен Instagram'да байланыстыруыңыз қажет. Мына жерде мен өзім текстік эффектімнің атын беріп кетемін. IT әлем дедім. Все платформа деген, яғни Facebook'та да, Instagram'да да көрсету дегенді білдіреді. Немесе тек Instagram'ға, немесе тек Facebook'қа ғана көрсетсін дегенді көрсетсеңіз болады. Мен қазір все платформа деймін. Категорияға өзіңіз кез келген ұқсаған рубриканы таңдасаңыз болады. Мен внешний вид, селфи дедім. Енді дәл осы жерде біз бағанағы жүктеген файлымызды жүктейміз. Көріп отырғандай, модераторлар 5 күн ішінде тексереді. Мен қазір эффектіні жүктедім. Енді дәл осыны мен отправить деймін. Facebook'қа жіберілді. Енді біз тек жауабын күтетін боламыз. Ал достар, көріп отырғанда бұл қарапайым текст эффект болды. Алдағы уақытта біз бетті әрлесек болады, немесе сұрақ жауап ойын істесек болады, скриптер қоссақ болады. Бізбен бірге болыңыздар, каналға жазыламыз. Рахмет.